менің ойымша қазір саяси биліктің де назарында тұрған тақырып. Бұл енді дәл биылғы жылы немесе дәл бір алдағы жылы болмаса да 27-28 жылдары енді 1-2 жылдан кейін бұл тақырыпқа саяси биліктің өзі де оралады деп ойлаймын. Ескіні ревизиядан өткізудің иллюстрациялық заң керек бізге. Сол кезде Қазақстанды басқарған тұлғалардың қаншалықты былыққа батқанын, қаншалықты адал таза немесе қаншалықты арам істерге барғанын анықтайтын бір заң. Соның негізінде біз елді қағып сілкіп алуымыз керек. Армысыз ардақты ағайын, Пікір Медиа YouTube арнасында сұхбаттың кезекті қонағы парламент мәжілісінің депутаты Ермұрат Сейітқазыұлы Бәпи. Біз депутатпен бүгін елдегі саяси ахуал, парламенттің рөлі және шетелге заңсыз кеткен активтерді қайтару мәселесін қозғаймыз. Ал сіздер біздің арнамызға жазылып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ермұрат Сейітқазыұлы, қош көрдік. Сұхбатқа келісіп уақыт тапқаныңызға рахмет айтамын. Енді өзіңізді саяси сахнада бір өміріңіздің саналы ғұмырын өткізіп жатқан жансыз және журналистикадағы майталман ретінде білеміз. Оппозициялық ұстанымда болған жансыз. Бірақ сіз осы парламентке келген бетте қоғамда әртүрлі пікір айтылды. Бәпи оппозициялық ұстанымнан айырылды ма деген, Бәпи парламентте өзгерте ала ма деген әртүрлі пікірлер айтылды. Енді өзіңіз білесіз соны. Жалпы 3 жылға уақыт депутат болып отырсыз. Осы мандатқа келгелі, осы мандатта жүргелі не өзгерді? Сіз парламентті өзгерте алдыңыз ба, әлде парламент Бәпиді өзгертті ме? Негізі сұрағыңыз қызық енді. Жалғыз Бәпи парламентті өзгертуі мүмкін емес. Бұл елде 30 жыл бойы қалыптасқан саяси жүйені бір депутат немесе жаңағы бір мандатты жүйеден сайланған 29 депутат өзгерте салу мүмкін емес біріншіден. Себебі конституциялық заңдарды өзгерту үшін кемінде 35 депутаттың дауысы керек біріншіден. Екіншіден, елдегі қалыптасқан бір саяси жағдайда соңғы айтып отырмын 30 жылдан көлемінде қалыптасқан саяси ахуалды бір деммен, бір леппен өзгерте салу мүмкін емес. Бұл өйткені әбден қыртыстанып, қордаланып, жаңағы сіресіп, сүрленіп қалған жүйе. Оны өзгерту үшін, бұзу үшін біраз уақыт керек. Оған ең бірінші тұрғыда айтқанда біздің өзіміздің қоғамның және биліктің ең алдымен саяси санасында өзгерістер болу керек. Оны бір тек қана жарлықпен немесе бір заңдардың нормасымен ғана өзгерте салу, ол әрине болады, ондай бір радикалды әрекеттер арқылы ықпал етуге. Бірақ ол біздің жағдайымызда тиімділік береді деп ойламаймын. Сондықтан сіздің сұрағыңыз бойынша жаңағы парламент Бәпиді өзгертті ме деген тұрғыда келетін болсақ, мен осы 2,5 жылдың ішінде мен бұрын таза оппозициялық пікірдегі саясаткер болсам, қазір мен мемлекетшіл, мемлекеттік пайымдағы, мемлекеттік түйсіктегі саясаткер ретінде өзімді санаймын солай деп. Яғни сіздің саяси көзқарасыңыз бүгінгі билікпен ұштасып жатыр ма? Бүгінгі билікпен дегенге келмейді. Бүгінгі елдегі саяси ахуалмен, саяси жағдаймен ұштасып жатыр деуге келеді. Себебі біз мына авторитарлы елдердің қоршауында отырып, бір островокта, аралда демократиялық ел құрып кетуіміз мүмкін емес. Оны біз саналы түрде түйсінуіміз керек. Бізге солтүстігіміз бізге мүмкіндік бере қоймайды. Мүмкіндік бермейтін Украинадан көріп отырмыз ғой. Украина евроинтеграцияға ұмтылып еді, қандай болды жағдайы? Сол сияқты біздің шығысымыз бар. Ол жақта да бізде коммунистік идеямен сірескен авторитарлы жүйе бар. Біз әрине оны мен өзім жазғырып айта алмаймын, бірақ қалыптасқан жағдайды солай деп бағалау керек. Осы тұрғыдан келгенде біз бір әбден қасаттанған континенттің ортасындағы бір елміз. Сондықтан біз осы жағдайымызды түйсінуіміз керек. Мен жаңағы мемлекетшілмін дегенде осындай елдің
геосаяси орналасу және қалыптасқан жағдайына байланысты келетін қорытынды осындай. Біз әрине өз елімізде отырып алып бір теңселіс тудыруға қақымыз жоқ дәл қазіргі жағдайда. Әрине өзгерістер керек, бірақ өзгерістерді бір кезең-кезеңімен жүзеге асырып, біздің геосаяси көршілерімізге де бір былай айтқанда қарсылығын тудырмайтындай, біз өркениетті елдердің көшіне ілескен ел ретінде өзіміздің тәуелсіз ретінде қақымыз бар екенін бір жағынан дәлелдеп, екінші жағынан майпоздап, майдан қыл суырғандай қылып жүзеге асырмасақ, қазіргі жағдайда біз бір күрт әрекеттерге барып өзгерістер жасай алмаймыз. Осыған менің көзім жетті. Дегенмен Қазақстан, мысалы, Назарбаев билігі кетті, Тоқаев билігі келді, қаңтардан кейінгі жағдайда ел бір сілкінді. Одан кейін елде бір үміт болды, жаңа Қазақстан құрамыз дедік, әділетті Қазақстан құрып жатырмыз дейді. Осының бәрі жасалып жатыр ма? Әрине жасалып жатыр. Бірақ енді оның бәрі бір былай айтқанда бір қолмен ұстап көрсететіндей кесек дүние емес. Ол жаңа мен айтып кеткендей кезең-кезеңімен жасалып жатқан өзгерістер рет-ретімен. Бұған қоғам, біздің қоғам негізде 30 жыл бойы әбден сусаған қоғам үлкен өзгерістердің бірден жүзеге асуын қалайды. Ал енді мен жаңағы алғашқы сөзімде айтып кеттім ғой. Сіз айтасыз, жасалып жатыр ма деп. Жасалып жатыр, бірақ біз осы жасалып жатқан өзгерістермен біз геосаяси ортадағы континенттің төңірегіндегі басқа көршілерімізді жаңағы бір раздражать етпеудің амалдарын ойластыруымыз керек. Біздің мемлекеттік сыртқы саясатымыз осындай бір саналы, онан кейін қалай айтқанда бір байыпты, маңғаз саясат болу керек те. Тым жалтақтап кетпейміз ба? Жоқ, жалтақтағанда енді бұл арада жалтақтау деген сөз келмейді. Біз санасу деген мағынаны қолдануымыз керек деп. Жалтақтағанда біз оны біреуден үркіп, қорқып, немесе соның айтқанына біреулердің дес беретіндей емес. Біз оны байыппен жүзеге асыруымыз керек деп ойлаймын. Әрине бізде енді әлі өзгерістер, анау референдум өтті де, осыдан 2 жыл бұрын. Сонымен бәрі болды, бітті, өзгерістер жасалды деген тұжырым болмау керек. Біз мемлекет, жалпы қоғам, бұл тірі организм. Бұл күнде өзгерістер болып жатқан организм, күнде дамып жатқан. Сондықтан бұл осы организмдегі үлкен өзгерістер біртін-біртін жасалу керек. Бірақ дегенмен көрші елдерден осы біздің сабырлы саясат жүргізіп жатқанымызды бір басқаша түсініп жатқан жел есіп тұрады да, қайта-қайта бір Қазақстанның жаңағы аймақтық тұтастығына сөз тигізіп жатады, әртүрлі мысалы. Не себептен оның бәрі жасалып жатыр біз? Себебі көрші елдер дегенде сіз солтүстік көршіні айтып отырсыз ғой. Солтүстік көршінің Қазақстан мен Орта Азиядан басқа жаңағы бір үміттенетін елі қалған жоқ. Бүкіл әлемде қазір санкцияның салдарынан изоляцияда қалған ел. Сондықтан Қазақстанға бірде сес көрсетіп, бірде алдап сулап, бірде тағы да бір жаңа дипломатиялық әрекеттермен Қазақстанды уысынан шығармау, бұл әрекет бар. Бұны мойындау керек. Оның үстіне соңғы кездерде жаңағы көршілер тарапынан, солтүстік тараптан үлкен саяси тұлғалардың Қазақстанға қатысты айтып жатқан пікірлері бізді алаңдату керек. Осы тұрғыда біз қоғам ең бірінші кезекте, мемлекеттік билік қана емес, қоғам алаңдаушылық таныту керек. Бұл жерде қоғам әлде бір күрт өзгерістерде емес, қоғам дәл осындай жағдайда, Украина мен Ресейдің арасында соғыс болып жатқан жағдайда, және әлемдік мынау миропорядок дейді ғой, әлемдік қалыптасқан
тәртіп өзгеріп жатқан жағдайда бізге әлдеқайда тұрақтылық қазір қажет. Осы тұрғыдан келгенде біз әрине әлдеқайда салауатты, сабырлы саясат жүргізуіміз керек. Біз өзіміз іштен өзімізді толқытып, сырттағы елдерге повод бермеуіміз керек деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз референдум туралы сөз қозғадыңыз ғой. Біз референдумды өткізіп алдық, конституцияға өзгеріс енгізіп алдық, парламенттің ықпалын арттырдық деп айтып жатырмыз, иә. Енді қараңыз, бүгінде қос палаталы парламент жұмыс істеп жатыр. Осы қос палаталы парламенттің қажеті қанша? Мысалы, екі палата бір-бірінің функциясын қайталап отырған сияқты. Баяғыдай жоғары кеңес болды ғой, енді өзіңіз білесіз. Сол сияқты бір палаталы парламент жеткілікті деген пікірлер көп жылдан айтылып келе жатыр. Осы пікірдің, осы ұсыныстың ауылы алыс емес сияқты. Сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы енді авторитарлық жүйеде биліктің беріктігін сақтау үшін қалыптасқан бұл кезінде осындай құрылымдар. Бірінші кезекте жаңа үлкен саяси билікке дейінгі буферлік бір құрылымдар қажет болды. Соның салдарынан қалыптасты. Оның үстіне енді біздің елде жаңағы көп ұлтты ұлыстардың елі болғандықтан олардың өкілеттігі қажет болды. Осы тұрғыдан бір жағынан қарағанда бәлкім сондай бір компромистік құрылым қажет болған шығар. Бірақ енді қазір біз парламенттің рөлін жоғарылатып, күшейтіп жатқан кезде біз осы ұлыстардың, ұлттардың мүддесін осы мәжілісте квота арқылы сақтауымызға болады. Әлде бір елдегі аз ұлттарға, аз ұлыстарға квота беру арқылы мәжілістің өзінде де мынау басқа елдегі ұлттардың саяси, әлеуметтік, тұрмыстық мүддесін жаңағы қолдайтын, соны күйттейтін тұлғалардың өкілеттігін сақтауға болады. Енді дәл қазір осы жағдайда, мәселен, мен сенат пен мәжілісті қосу, сенатты жаңағы жою тұрғыдағы мәселеге бір күрт пікір айта алмаспын. Бірақ дегенмен, бұл менің ойымша қазір саяси биліктің де назарында тұрған тақырып. Бұл енді дәл биылғы жылы немесе дәл бір алдағы жылы болмаса да 27-28 жылдар, енді бір 2 жылдан кейін бұл тақырыпқа саяси биліктің өзі де оралады деп ойлаймын. Себебі президент Тоқаевтың осы каденциясы бітетін, өкілеттік құзыреті бітетін уақытқа тақау елде біраз үлкен өзгерістер болады деп ойлаймын. Бірақ оның өзі бір теңсіз тудыратындай жағдай болмау керек. Бізге қазір әрбір өзгерістің бір артында қалатын бір шлейф, бір толқын, түтін, бұрқыраған, бықсыған дүние қажет емес. Біз оның бәрін саналылықпен, қоғам мен биліктің арасындағы бір ықыласты, мәмілелі әңгімемен жүзеге асыруға болады. Осы тұрғыда бәлкім билік қоғаммен мына етене қоян қолтық жұмыс істей алмай жатқан шығар. Соның салдарынан бізде қазір неше түрлі әңгімелер туып жатқан шығар. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Осы тұрғыдан келгенде біз ең алдымен өзгерістерге қоғамды дайындап алуымыз керек. Онан кейін қоғамдық сананы дайындап алуымыз керек. Осы тұрғыдан келгенде әрине алда көптеген жұмыстар бар. Ал енді мен өзім ойымша сіздің жаңа сұрағыңыздың тоғытыр тұжырымын айтатын болсам, бұл тақырып осы 1-2 жылдың ішінде, 2-3 жылдың ішінде мен ойлаймын орындала бастайды. Екі палатаны қосу мәселесі, ол енді қалай жүзеге асады, оның мен механизмдерін айта алмаспын. Жалпы бір палаталы парламент жүйесі енгізілетін болса, ол тағы да конституцияға өзгеріс енгізу талап етпей ме? Әрине, ол конституцияға, заңдарға өзгеріс енгізу үшін президент Тоқаев өзінің осы соңғы кездегі сөздерінде айтып жүргендей, заңдарға кіргендей, конституциялық заңдар тек қана референдум арқылы жүзеге асады деген талап бар. Әрине, егерде саяси биліктің, қоғамның ықыласы ортақ болатын болса, ол конституциялық заңдарға референдум арқылы өзгеріс енгізу соншалықты қиын емес. Ол
біздің мемлекеттік, елдік, қоғамдық қажеттіліктен туып тұрған тақырып болатын болса, оны әрине сондай бір мәмілемен жүзеге асыру ешқандай қиын емес. Сондықтан егер қажеттілік туып жатқан жағдайда ондай өзгерістерді референдум арқылы жүзеге асырудың қиындығы болмас. Яғни алыс емес қой бұл жаңашылдық. Иә, мен ойлаймын, бұл енді бір 2 жылдың төңірегіндегі саяси іс-әрекет болатын шығар деп. Жақсы, Ермұрат аға, сіз өзіңіз осы парламент қабырғасында жиі көтеретін мәселеңіз, негіз жалпы сіздің депутаттық сауалдарыңыздың 90% деп айтсам, ренжімессіз, ескі Қазақстанмен күрессіз де. Жаңа ескі Қазақстанның ықпалы деген мәселені жиі көтересіз. Жаңа Назарбаев әулетіне қатысты, қыздарына, күйеу баласына қандай қауіп төніп тұр олардан? Нақты атын атап түсіністеп бере аласыз, не ойластырып жатыр олар, не жасайын деп жатыр? Қазақстанда қандай қауіп бар олар? Бұл жерде біз сіздің осы сұрағыңызды ға жауап берген кезде біз қаңтарға айналып келеміз. Біз ескі Қазақстанның бір құбыжықтық әрекетін қаңтардан бастап тарқатуымыз керек. Қаңтар қайдан пайда болды? Тып-тыныш жатқан елге аяқ астында газ ілу деген мәселе пайда болды да, батыста, Маңғыстауда туған толқу 3-4 күннің ішінде Алматыға, Астанаға жетті. Бұл қандай сондай екпін, қандай динамика, сондай күшпен жетті. Бұның бәрі ұйымдастырылған шаруа екенін мен өзім саясаткер ретінде түсінем, солай деп бағалаймын. Және оны біздің Қазақстанның жаңа тарихында бұл әлі зерттеледі, әлі айтылады деп ойлаймын. Сондықтан елдегі өзгерістерді, кері өзгерісті, регрессивті өзгерістерді сол кезде бастамашылық жасаған осыған ескі Қазақстан. Ескі Қазақстанның саяси сол кезде бұрынғы билігі қайтып келмесе де, оның өкілдерінің, оның ықпалының, оның елдегі билік жүргізу әрекеттерінің мүмкіндіктерін қайтадан орнату тұрғысында туған қаңтар. Олар ешқайда жоқ болып кеткен жоқ, әлі де бар ғой? Әрине бар. Олар енді бұрынғыдай бәлкім бір біріккен саяси күш болмаса да, ескі Қазақстан дегенде біз оның үндісі жатпағанын білуіміз керек. Олар бас қосады, өздері бұрыннан қалған саяси биліктің өкілдері жаңа неше түрлі өздерінің тусовкалары бар деген сияқты, жаназа, басқа деген сияқты бір туған күн дегендей, олардың бәрінде бас қосып жүреді. Сондықтан ол біз былай жалпы қарапайым тілмен айтып тұрғанымыз ғой. Ал енді саяси тақырыптармен қай жерде қалай жолығып жатқаны, ол енді біз дөп басып айтпасақ та ол болып жатқан әңгіме ғой. Оның үстінде ескі Қазақстанның көптеген өкілдері әлі жас. 50-ге енді келген, 50-ден енді асқан, олардың өздерінің мүмкіндіктерін әлі реализовать, жүзеге асыратын жасқа жетпеген, әлде олар өздерінің құлшыныстары бар екенін, әлде билікке таласы бар екенін, әлде осы елді басқаруға, осы елдің жаңағы билік басына отыруға өздерінің құқығы бар екенін, мына түйсіктерімен солай қабылдайтын болса, олар әрине бір әрекеттер жасап жатыр деп есептеймін. Яғни экс-президент Назарбаевтың өзі жай жатқан жоқ деп есептейсіз бе? Негізі енді 30 жыл билік басында отырған адам, ол енді аяқ астынан 2019 жылдың 19 наурызында ат құйрығын кесіп кете қалды деп айтуға келмейді. Ол сол кезде оның кетуіне бір ықпал еткен нәрселер болған шығар. Уақытының біткенін ойлаған шығар, саяси уақытының. Бірақ дегенмен бойға сіңген авторитарлық жеке басқа табыну мәселесі қасиет ол қалды ғой. Оны бір уақытта шайылып жоқ болып кетуі мүмкін емес. Билікке деген тойымсыздық па? Иә, солай деп айтуға болады. Оның үстіне егерде мен болсам, қазір анандай болмас еді, мынандай болмас еді. Өздеріңіз байқап отырсаңдар, әлеуметтік желіде мынандай трендтер кетті ғой. Назарбаевтың кезінде мұндай қымбатшылық болмаған, Назарбаевтың кезінде бүйтпеген, сөйтпеген деген сияқты халықтың санасына сондай бір түйсікті, бір
осындай пікірлерді тамшылатып жатқан жағдайлар бар. Оның бәрі жаңағы ескі Қазақстанның технологтарының тарапынан жасалып жатқан әрекет деп қабылдау керек. Олардың қазір өзінің ботафермалары бар, өздерінің жаңағы технологтары бар, астыртын жасалып жатқан жұмыстары бар. Бұл тұрғыдан келгенде оларды бір жау деп те қабылдауға болмайды. Олардың да билікке таласы бар. Олардың да құқы бар. Құқы бар олардың да. Ертең олар оппозициямыз деп шыға салуы да мүмкін ғой. Бірақ біз бұл жерде ол қандай мақсат, қандай бір оймен қайтадан келуге таласуға қандай ниеттер бар. Осы тұрғыда біз ойлануымыз керек. Қаралы қаңтар қайталануы мүмкін деп қорқасыз ба? Сіз сондай сақтанасыз? Осы егерде қазір қоғамда бір тарап жатқан трендтерді ескі мен жаңаны салыстыру арасынан туындап жатқан пікірлерді саралап келетін болсақ, әлеуметтік желілер арқылы қоғамда тарап жатқан бір пікірлер арқылы ескі Қазақстанды бір қайтарудың әрекеттері жасалып жатыр деген бір ойға келуге болады. Сіз ондай пікір айтуыңызға себеп бар шығар, сізде қолыңызда факті бар шығар, сізге деректер беріп отыратын инсайдерлар бар шығар. Қайдан алып отырсыз? Оны мен бір қолыма бір әлде бір ақпараттық құжаттардан емес, жалпы қоғамның қазір даму барысын саралаудан туатын пікір бұл. Қазіргі елде қалыптасқан ахуал, әлеуметтік желілер арқылы жалпы қоғамда қалыптасқан бір тақырыптардың трендін талдай келгенде осындай бір тұжырым жасауға болады. Әрине оны бәлкім мен қателесуім де мүмкін бір кейбір элементтерінде. Бірақ жалпы осындай тенденция қалыптасқанын, бұны көкірегінде саңылауы бар, миында, ойында саңылауы бар азаматтар түйсіну керек деп ойлаймын. Қазақ еліндегі бір айықпайтын дерт бар, ол жемқорлық. Осы 30 жылдан аса осы ел дамып келе жатыр, болып жатыр дегелі, жаңағы жемқорлық қатар дамып келе жатыр. Сол жаңа ескі Қазақстанды өзіңіз айтып отқан өкілдері де жейтін жеді, ішетін ішті, ұрлайтын ұрлады, шетелге шығаратын шығарды. Жаңа бүгінде бізде енді қазіргі Қазақстан, Тоқаев билігі сол ескінің жегенін қайтарамыз деп әлек болып жатыр. Прокуратура жағынан арнайы орган құрдық, активтерді қайтарып жатырмыз дейді. Дәл қазір сіз осы заңсыз активтердің қайтарып жатқан жұмысына көңіліңіз толады ма? Сол орган ұйықтап қалған сияқты. Мысалы, сіздің деректеріңіз бойынша 150 миллиард доллар шетелге асқан. Кейбір деректерде 200 миллиард доллар деген бір нақты жаңағы дерек жоқ, тек әртүрлі айтылады. Енді сол органнан бір мәліметтер сұрасаңыз, бүгінгі мысалы менің соңғы мәлімет алғаным, жаңағы заңсыз активтерді қайтару комиссиясының соңғы мәліметтері 610 миллиард теңге қайтарылған. Соның 501 миллиарды ол жаңағы ақшалай, қалғаны мүлікпен дейді. Бұл сома сізді көңіліңізден шыға ма? Органның жұмысы қаншалықты тез жүріп жатыр, қаншалықты қарқынды? Бұл енді жаңа 610 миллиард деген соңғы дерек қой осы. Өткен апталарда айтылып жатқан дерек. Біз оның бәрі сол дерек кімнің аузынан шығады, соған сенуге мәжбүрміз ғой. Немесе сенбеуге мәжбүрміз. Одан басқа бізде альтернатива жоқ. Бізде басқа источник жоқ. Түпнұсқа бір салыстырып қарайтын ақпараттың балама көзі жоқ бізде. Мәселен, активтерді қайтару жөніндегі комитет айтты ма, соған сөзіне не иланамыз, не иланбаспыз. Немесе жаңағы активтерді қайтару жөніндегі комиссияның тарапынан айтылды ма, одан басқа бізде альтернативті бір дерек көз жоқ қой. Осы тұрғыдан келгенде әрине бұған дейін осы жылдың басында 2 триллион теңге қайтып жатыр деді. Енді келіп мына жерде келді 610 миллиард деді. Ол 610 миллиард деген жылдың басынан бері ме, жоқ анау осы науқан, қайтару науқаны басталғаннан бері ме, ол жөнінде нақты тағы да тұжырымды бір нақты айтпайды. Жақсы, осы санға сендік дейік. Жеткілікті ма осы уақытта? Жоқ, бұл әрине жеткіліксіз. 610 миллиард. 2 триллион дегеннің өзінде ол жаңағы Қазақстаннан сыртқа жылыстаған, ұрланған, талан-таражға түскен активтердің бір 5%-ына толмайтын дүние ғой, есептік кесек. 5 емес тіпті бір 1%-на толмайтын шығар. Сондықтан мына біз елдегі саяси билік, әлеуметтік әділеттілікті қалыптастырамыз деген ұран тастаған кезде сол әлеуметтік әділеттілікті қалыптастырудың бір инструменті осы активтерді қайтару тақырыбы болғандықтан бұл тұрғыда біз әлдеқайда бір
батыл әрекеттерге баруымыз керек еді. Бірақ қазір жаңағы активтерді қайтару комитеті де, бас прокуратурада, активтерді қайтару комиссиясы да бір өз ішінде, өз сорпасында өзі қайнап жатқан бір құрылымдар сияқты болып қалды. Қоғамға там-тұмдап қана бір ақпараттар береді. Оның енді табиғаты, оның саясаты қандай екенін. Мүмкін бұрынғы жаңағы ескі Қазақстан өкілдері деп айта берейік, сіз айтқандай жаңағы байлығы барлар, олар жаңағы бермейді, жармасып отқан шығар. Олардың енді әлі де ықпалы жүріп тұрған болып тұр ғой, яғни біздікілер там-тұмдап алып отырса. Енді бұл жерде біз оны заңдылықта дәлелдеу жұмысын жүргізе алмай жатыр ма ол орган? Ықпалы жүріп тұр дегенде бұл жерде активтерді қайтарудың қазір осы сондай саясат ұсталып отырған сияқты. Келісіммен, мәмілемен қайтару жағы. Ал енді түптеп келгенде әлдеқайда батыл қадамдар болар еді ғой. Күдікке ілінген жаңағы тұлғаларды мәселен жауапқа тартып бірден тергеуге алып, немесе қамауға алып деген сияқты. Анау Эмиратта болған жағдайды жаңағы эмир шейх бәрін жинап алып, осында отырасыздар, активтер қайтқанға дейін шықпайсыздар деген тұрғыда 3 күннің ішінде сыртқа кеткен, ұрланған активтердің жаңағы үлкен бөлігі қайтқан ғой. Сол сияқты әрекеттер жасауға болар еді ғой. Неге біз жұмсақтық танытып отырмыз? Неге кардинальный шешімдер қабылданбайды? Ондай кардинальный шешімдер менің өзім ақпаратым бойынша маған түсіндіріліп отырған, біз егерде сондай бір радикалды әрекеттерге баратын болсақ, ол сотқа барып тірелетін жағдай. Ал активтерді қайтару мәселесі, оны ұрланғанын дәлелдеу, оның қай жерде жатқан ақшаларды, активтерді дәлелдеу деген бұл сот процесі ұзақ. Осы тұрғыда маған осындай уәж айтады өкілетті, құзыретті органдардың басшылары. Сондықтан біз қазір дейді, мүмкіндігінше жаңа келісіммен, өз еркімен қайтаратын активтерді қайтарып алуымыз керек деп. Осындай қазір саясат ұстануымыз керек деген тұрғыда уәж айтылады. Енді қаншалықты кім барын бере салады? Ол енді үкіметтік активтерді қайтару жөніндегі үкіметтік комиссияның реестріне енген тұлғалар ғой. Оны біз қандай тұлғалар енгенін де білмейміз. Ол кімдер екенін де білмейміз. Ол жөнінде тағы ақпарат жоқ. Оның бар енді қандай да бір білмеймін, мен түсінбейтін іс-әрекет саясаттың несі деп салдары деп ойлаймын. Заңсыз активтердің көп жасырынған жерлері қай елдер? Көбі айтады, Ресей дейді, деп айтады. Енді оны нақты бұны ел деп айтуға келмейді. Ол негізі енді офшорлы елдер, офшорлық зона, көпшілігі шетелдік банкілер, одан кейін шетелдегі жылжымайтын мүлік, басқа да активтер деп айтуға болады. Негізі егерде біз елден жылыстаған активтерді іздеп келгенде, кезінде сыртқа, экспортқа өнім шығарған компаниялар, қазақстандық компаниялар, басқа да компанияларға берілген жеңілдіктердің қаншалықты заңдылық екенін қудалап сұрау арқылы табуымызға болады. Қандай да бір үкіметтік шешім шығады, қаулы шықты, әлде бір компанияның мүддесіне байланысты сыртқа экспортқа, мысалы үшін газға, мұнайға, мысалы үшін шекараға дейін бір баға, шекарадан кейін екінші баға, әлемдік бағамен кетіп сатылып жатқан Қазақстанның мұнайы бар, Қазақстанның газы бар. Ол қандай негізде? Неге оны қазақстандық оператор, бірегей оператор шығармайды оны сыртқа, экспортқа? Оны әлде бір жекелеген компаниялар, мүдделі компаниялар шығарады. Оның сыртында кімдер тұр? Осының бәрін анықтау соншалықты бір қиын шаруа емес деп ойлаймын. Бірақ ал енді сол сыртқа кеткен активтерді, сол шетелде жатқан активтерді біз Қазақстанның қаражат екенін дәлелдеуіміз, ол енді шынында да ол біраз уақыт алады. Осы тұрғыдан келгенде әлде бір осындай компромисті саясат ұстанып отырма деп ойлаймын. Негізінде біз әлдеқайда батыл әрекеттерге баруымыз керек еді. Жаңа ескі Қазақстанның ықпалына оралсақ, жаңа өзіңіз оны қаралы қаңтармен байланыстырдыңыз, бұл ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген сөздің туына сол қаңтар трагедиясы себеп болды ғой. Неге сол қаңтар көтерілісін ұйымдастырды деп басылып отырды?
осы семьяның қатысы ашық айтылмайды. Және мысалы екі бауыры тартылды, олар жеңіл жазамен құтылып кетті. Сонда біз қашан келеміз бұл ашық, жаңағы әділ жазалауға, әділ сотқа? Яғни сіз олардың алған жазасын әділ деп есептейсіз бе? Енді Қайрат Сатыбалды. енді Саудаласқан ғой бұлар билікпен. оларға қолданылған жазаның өзі түрінен ақ белгілі ғой. Қайрат Сатыбалды өзінің бостандығын сатып алған сияқты болып шықты. Әлде бір миллиард долларға жуық қаражатты қайтарды. Ол қаншалықты қаражат, қаншалықты актив, ол қаншалықты пустышка, оны біз білмейміз. Қаншалықты ол ішіндегі активтер шында да нақты бар дүние екенін де білмейміз. Ал енді Самат Әбішке байланысты жаңағы қолданылған бостандығын шектеу жөніндегі 6 жыл ма 8 жыл ма шартты түрде берілген бұл тіпті адамның күлкісін келтіретін жағдай. Осы тұрғыдан келгенде әрине біз анау оларды бірәгі сол ескі Қазақстан жаңа Назарбаев дейміз бе құрбандыққа шалып, оның өзінің артынан мен сендерді босатып аламын кейін. Сендер әзірше отын мойындай тұрыңдар деген тұрғыда бір уәждер болған шығар деген ой келеді. Біз енді ескі Қазақстан тұрғысында айтатын болса, қазір өзі ескі Қазақстан дегенде айтпаңдар деген сөз туып жатыр. Ондай ескі Қазақстан жоқ, жаңа Қазақстан, ескі Қазақстанның арасын бөлшектеңдер деген тұрғыда пікірлер бар ғой. Енді ол қаншалықты дұрыс екенін мен айта алмаймын, бірақ дегенмен біз жаңа елді өзгерту үшін, жаңа Қазақстан құру үшін ескіден құтылуымыз керек. Ескі жүйеден, ескі тәртіптен, ескі жаңағы санадан құтылуымыз керек. Осы тұрғыдан келгенде әрине мен ойлаймын, біз бөксауайттап баққа батып жатқанымыз, біз осы ескіні ревизиядан өткізудің иллюстрациялық заң керек бізге. Сол кезде Қазақстанды басқарған тұлғалардың қаншалықты былыққа батқанын, қаншалықты адал таза немесе қаншалықты арам істерге барғанын анықтайтын бір заң. Соның негізінде біз елді қағып сілкіп алуымыз керек. Қағып сілкіп жаңағы бықсығының бәрін лақтырып тастап, соны таза дүниені жаңағы былай алды қоғамға мақсат мүдде қоюымыз керек. Осындай бір ревизиялық, бір іріктеу, сорттау мәселесі болмағаннан кейін әрине біз жаңағы сең соққандай болып жүрген елміз қазір. Біресе жаңағы ескі Қазақстан атамайық дейміз, біресе анау дейміз. Әділетті Қазақстанның тақырыбы да қазір көмескіленіп бара жатыр. Жаңа экономикалық модель деді, оның өзі айтылды, декларация болды, ол тағы да қалып қалды. Ол жаңа экономикалық модель туралы қазір сөздер жоқ мысалы үшін. Осындай бір жүйелі ішкі идеологиялық саясаттың тұрғысында бір тұтасқан бір науқандық, компаниялық саясат көріп тұрған жоқпыз. Соның салдарынан әрине біз ескі Қазақстанның ықпалы туралы әңгіме осы жерден туындайды деп ойлаймын. Әлі де туындайды дейсіз ғой. Ермұрат аға, сіз мына өзіңізді біз білеміз, кезінде Әкежан Қажыгелдиннің қасында қызмет еттіңіз, ол кісімен жақын жұмыс істедіңіз. Қателеспесем, баспасөз хатшысы болдыңыз, Баспасөз хатшының орынбасары болдыңыз. Қызметінде жасадыңыз, Бүгінде ол кісімен байланыс ұстап тұрасыз ба? Қандай да бір саяси... анда-санда хабарласып тұрамыз. Анда-санда хабарласып тұрамыз. Ол кісі кейбір мәселелер жөнінде бір консультациялық пікірлер айтады кейде. Көбінде ол кісі қазір біздің парламенттің жұмысына көңіл толмайды. Осы тұрғыда айтады. Неге мынандай мәселе көтермейсіңдер, неге үйтпейсіңдер, неге бүйтпейсіңдер деген тұрғыда. Енді маған ол өзінің ағалық, мен бірге әріптес болдым, қасында жүрдім. Осы тұрғыда маған бір базына ретінде, інілік бір өкпе наз ретінде айтады деп ойлаймын. Ал енді оның ашық мынау телеграм каналдарға беріп жатқан сұхбатында ол саяси билікке қатысты не істеу керектігін ашық айтып жүр ғой. Маған айтылатын тақырыптар да осы тұрғыда. Бірақ ол енді екеуміздің арамыздағы әңгіме, ол енді көбінде мен қазір ол кісінің батыл
бір әрекеттерге бару жөніндегі пікірлеріне кейде қосылмай қалатын жағдайым бар. Мен енді елдің ішінде мына осы парламенттің өз ішінде жүріп жағдайды өз көзіммен өзім қолмен ұстағандай біліп жүргендіктен кейде ол кісінің ұсынып отырған бір әрекеттері, ұсыныстары біздің реалға сай келмейтін сияқты болып тұрады мәселен. Сондықтан әрине негізі елдегі өзгерістер жасау жөніндегі пікірлерін мен өзім қолдаймын. Жалпы ол Әкежан Қажыгелдин ғана емес, басқа да біраз саналы салиқалы азаматтардың пікірлері бар, айтып жатқан елдегі өзгерісті жеделдету жөніндегі бір батылдық, бір өзгерістерге динамика беру жөнінде пікірлері бар. Оның бәрін мен ойлаймын саяси билік тарапында қаперге алып жатқан шығар деп ойлаймын. Бірақ ол қаншалықты жаңағы оны қаперге алғанымен іс жүзінде өздерінің жаңа басқару құрал ретінде қабылдап жатқаны ол әрине мына қазір көрініп тұр. Ол жағынан көп кемшілік бар деп ойлаймын. Аға, өткен жылдың соңында сіз ақш-та Қазақи 2 деп аталатын жаңа тергеу басталуы мүмкін дедіңіз. Ол жерде Назарбаев отбасының аталады дедіңіз. Сол қозғалыс бар ма? Ондай қозғалыс ол Байденнің администрациясы кезінде болған. Қазір мына Трамптың әкімшілігі тарапынан ол бастама тоқтап қалды деп ойлаймын. Себебі есіңізде ме, осыдан 2 айдай бұрын Трамптың өзінің жарлығы болды. Шетелдегі Американың компаниялары шетелдік басшылыққа, мемлекеттерге пара беруге рұқсат ету жөнінде. Американың мүддесін өткізу тұрғысында пара беруге болады. Кезінде анау Гиффен деген Американың бір президент Тоқаев, Назарбаевтың кеңесшісі болған Гиффен пара берді ғой. Сол сияқты соны Трамптың әкімшілігі заңдастырып жатқан әлпеті бар. Осы тұрғыдан келгенде қандай олардан бір Америкадан қазір үміт күтуге болады? Негізі Байденнің әкімшілігі тарапынан жақсы бастама болды. Американың азаматы, Американың компаниясы, Американың сақтандыру компаниялары, бизнесі арқылы жемқорлыққа барған шетелдік азаматтарды заңға тарту жөнінде жақсы бастама болды. Бірақ ол қазір мынау жаңа администрация келгеннен бері қандай жағдайда, қандай деңгейде жұмыс істеліп жатқанын мен нақты айта алмаймын. Мен ойлаймын, қазір ол тоқтап қалған шығар деп. Депутат мырза, жалпы осындай бір елдегі саяси ахуалды, елге қажетті мәселелерді, маңызды мәселелерді көтеру үшін парламент сізге өте ыңғайлы алаң болып тұр ғой бүгінде. Болашақта, мысалы, осы шақырылымның мерзімі бітеді, Бәпи мырзаның депутаттық ғұмыры ұзаруы мүмкін бе? Сізге тағы ұсыныс тағы да әкелесіз. Ұсыныс болғанда мәселе әлде бір мандатпен сайлауға қайта түсіп тағы ұсыныс? Ол енді мен ойлаймын, оны қазір кесіп айтуға келмейді. Осы енді біздің алдымызда 2,5 жылдық каденция бар, құзыретіміз бар, мандат. Осы 2,5 жылдың түгесілетін уақытындағы саяси ахуалға байланысты болады. Біздің ел қандай дәрежеде, қандай деңгейде болады? Жаңа елдегі мынау кландық тартыстар, ескі мен жаңаның арасындағы тартыс, жалпы елдегі саяси ахуал қандай деңгейде болады? Егер де бәрі бір ойдағыдай болса, мәселен геосаяси жағдай қалыптасса, сыртқы біздің саясатымыздағы сыртқы әсерлер бір оңалған жағдайда, онда әрине сондалық сайлауға түсудің қажеттілігі болмайды. Мен енді демалатын уақытқа келдім, мәселен. Ал егерде елдің сыртында, елдің ішінде бір теңселіс туып тұрған жағдай болатын болса, мен өзімнің бір тәжірибем тұрғысында өзімнің қалыптасқан әбден бір мысқалданып шыққан саясаткерлік тәжірибемді пайдаланып әлде сайлауға түсу қажеттілігі туып қалуы мүмкін.
бірақ оның бәрі мен ойлаймын сол енді 28-29 жылдарға таққан кездегі елдің ішкі мен сыртындағы саяси жағдайға байланысты болады деп ойлаймын. Ермұрат Сейітқазыұлы, сіз берген сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыздан өзіңізге қажетті деген мәлімет ала алсаңыз, пікір қалдырып отырыңыз. Сау болыңыз.